Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай тұшпараның, яғни пельменнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттарымыз жылы су, тұз, жұмыртқа, және де сарымсақ, ұн және де майлы етіміз қажет болады. Ең алдымен суымызға жұмыртқа және де тұзымызды жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Одан кейін ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды елеуге кірісеміз. Қамырымызды кішкене қаттылау қылып елейміз, сол кезде тұшпарамыз жақсы езілмей пісетін болады. Келесі сарымсағымызды өте ұсақ қылып турауымыз қажет болады. Және де міндетті түрде біздің тартылған етіміз майлы болу қажет, яғни тек қана сұрып еттен ғана емес, арасына май қосып тартсаңыздар, пельмендеріңіз өте дәмді майлы болып шығады. Осыған тұзымызды қосып барлығын жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылай ұсақтап, яғни ұсақ бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бөлінген бөліктерімізді ұнға ұнатып оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Яғни домалақ қылып жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылмаймыз. Одан кейін салмасын салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағын жақсылап жабыстыратын боламыз. Қаттырақ жабыстыру керек, өйткені суға салған кезде ашылып кетуі мүмкін. Осылай қалған тұшпараларымыздың барлығын жақсылап түйіп, әдемілеп жасап шығатын боламыз. Тұшпараларда морозильникке қатырып 2-3 ай көлемінде қойып пайдалана берулеріңізге болады. Міне біздің тұшпараларымыз осылай біркелкі әдемі болып шығады. Енді қайнап тұрған суымызға, яғни татымына қарай тұзымызды және де тұшпараларымызды салып, осылай қайнаған араластыратын боламыз. Әйтпесе түбі жабысып қалуы мүмкін. Одан кейін піскеннен кейін осылай құрғақ күйінде немесе сулы күйінде ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.